сәлеметсіздер ме? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін ерекше слоеный тестіден начинкасы дәмді колбаса сырыдан түйілген роза дайындаймыз. Жасап көріңіздер. Ол үшін слоеный тестаны ерітіп, оны біркелкі етіп оқтаудың көмегімен жайып, өте жұқа қылып жайып аламыз. Шамалы ұн сеуіп отырып, осылай жұқартып жайып аламыз. Қолдың көмегімен, оқтаудың көмегімен ұн сеуіп осылай жұқа қылып жайып алдым. Жайылған слоеный тестаны екі бөлікке бөлдім. Квадрат қылып екі бөлікке бөлдім. Үстіңгі және астыңғы бөлігі. Астыңғы бөлігін жаңағы сәл қалың жерлерін тегістеп шықтым. Біркелкі етіп. Енді үстіңгі бөлігімен салыстырдым. Енді жаңағыдай қамырды ауыстырып, астыңғы бөлігінде астыңғы бөлік сияқты жұқартып жайып аламыз. Енді салмасына, начинкасына колбасаны жұқа қылып, домалақ қылып турап алдым. Сіздер колбасаны теркадан өткізсеңіздер де болады. Мына жерде теркадан өткіздім сырды, 80 грамм или 100 грамм қолдансаңыздар болады. Қанша бар, сонша қолдансаңыздар болады. Енді осы жұқа қылып жайылған қамырға жаңағы томатты жағып шықтым. Томат қызартып жақсы түс береді. Осылай қасықтың көмегімен біркелкі етіп жағып шықтым. Біркелкі етіп жағып шыққан соң, майонезді де әр бөліктеріне сеуіп, тоже оны да қасықпен тегістеп шықтым. Сіздерде кетчуп болса, кетчуп қолдансаңыздар да болады. Жерде майонез жағып жатырмын. Қасықтың көмегімен тоже біркелкі етіп жақтым. Жағып болған соң, жаңағы туралған колбасаны осылай шетінен бастап қойып шығамыз. Толық орналастырып болған соң, үккіштен өткен сырды да беткі бөлігіне қойып шықтым. Шашыратып әр жеріне. Бұл жерде енді сыр, егер сіздер жақсы көретін болсаңыздар, көбірек қылып салсаңыздар болады. Енді осылай салып орналастырып болдым. Енді беткі бөлігін жаптым. Сөйтіп, жаңағы шеттерін бекітіп, осылай параллельно ұзынша етіп кесіп алдым. Толықтай кесіп болған соң, шеткі бөлігінен бастап домалақ етіп орадым, роза тәріздес. Роза тәріздес етіп орадым. Пешіңізді 180 градуста қыздырып алсаңыздар болады, қыздырып қойсаңыздар болады. Енді форманы пергамент төсеп, осы жаңағы түйілген розаларымызды шетінен орналастырып шықтым. Мына жерде тағы да бір рет көрсетейін. Осылай өте оңай роза тәріздес етіп домалақтап шықтым. Осы енді дайын болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығасыздар. Жұмыртқаны жағып болған соң, қызып тұрған пешке салып алдым, 180 градуста қызарғанша. Өте дәмді шығады. Жасап көруге кеңес беремін.
ас болсын.